Баршаңызға қайырлы күн достар. Иммунитетіңізді тез көтеретін пайдалы әрі дәмді салаттың рецептісін білгіңіз келеді ме? Ақылы мастер-класстарда үйрететін бауырдан кәріс салаттың рецептісімен мен сіздермен тегін бөлісетін боламын. Бізге бауыр қажет болады. Видеодағыдай сыртындағы пленкасынан арылатын боламыз. Барлығын мұқият қарасаңыз, оңай тез алынады. Керек емес, ортасындағы шандырларды да кесіп тастайтын боламыз. Осылайша бауырды тазалап аламыз. Қайнап тұрған ыстық суда бауырымызды 10 минут қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін көбігін алып тастаймыз. 10 минуттан артық пісірмейміз, себебі бауырымыз қатты болып кетуі мүмкін. Бауыр піскеннен кейін салқын суда жуып, видеодағыдай турап аласыздар. Салатқа енді бір пиязды видеодағыдай ұсақтай емес, іріде емес турап қосасыздар. Енді үстіне тұз, қант, сарымсақ, кунжут майын, соя тұздығын саласыздар. Корейский тұз, лотос қосуды ұмытпаңыздар. Салатқа арналған оригинал соус дайындайтын боламыз. Қызып тұрған күнбағыс майында паприка, кориандр, қызыл бұрышты араластырып 30 секундтай ұстайсыздар. Соусымыз күйіп кетпеуі қажет. Ыстықтай соусты құямыз. Достар, осы соуспен дайындалған менің арнамда неше түрлі кәріс салатының рецептісі бар. Егер де сіздерге қызық болса, арнамаға қарай өтіңіздер. Жаңа көрермен болсаңыз, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Салатымызды ыстықтай осы соуспен заправлять етеміз, яғни араластырамыз. Салатты міндетті түрде 30 немесе 1 сағатқа тоңазытқышқа салып алған жөн. Содан кейін дастарханға ұсынсаңыз болады. Сіздерге ас болсын.